Сәлем достар, Мансур Жандарбек каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде телевизор көріп отырмыз, кешкі уақыт. Айым, Жандарбек, сендер не істеп жатсыңдар? Мансур, не істеп жатсыңдар? Че-то бағана бірдеңе қимылдаған сияқты болды, Мансур, масқара. Қимылдады ма? Қазір келем ба? Қайға? Ашын қазір келем ба? Қайға барасың? Барайын деп жатсың, Мансур? Жота қимылдап отыр. Сен қимылдап жатсың ғой? Қимылдап, Жандәулет. Көмектесін бе? Айым, қимылдап жатыр дейді. Өлі, тоқта. Достар, жер сілкінісі болып жатыр ма? Сіздер сезіп жатсыздар ма? Масқара, Жандәулет, Мансур қимылдамай тұр. Өлі, қимылдап жатыр. Өлі, достар, мама. Жер сілкінісі болып жатқан сияқты. Қимылдап, отыр. Мына жерге отыр, Мансур. Өлі, достар, сен қимылдамай отыр, қимылдап жатыр. Өлі, достар. Қарасаңыздар, жер сілкінісі болып жатыр, қимылдап жатыр. Достар, отырып қалыңыздар. Бұндай жағдайда бір жерде қимылдамай отыру керек, себебі андай землетрясение болған кезде жер сілкініс болып сондай бір түрлі болып кетеді. Достар, абай болыңыздар, бізде жер сілкініп жатыр, қойды ма? Тынышталып жатыр, Жандәулет. Қимылдап жатсың, отыр, берге, Жандәулет, берге, отыр. Жандәулет, айым, сен сол жерде отыр. Ондайды құлауға болмайды, Жандәулет. Отырсай, Жандәулет. Құлап кетесің, тұрамай қаласың қайтадан. Айым, сен де тыныш отырмақ ма? Телефон көрме. Достар, не істейміз енді? Бәрінде болып отқан жоқ па екен? Білмеймін. Қақтан келіп отыр? Жер сілкінісі болып жатыр ғой. Жаңалықтан айтып отқан жоқ па? Қорқайын дедім мен ше. Не істейміз? Бағана телевизорда білесіңдер ма? Жер сілкінісі деп айтқан еді ғой, естеріңде ма? Біз көріп отқан едік қой. Жер сілкінісі болып жатыр деп айтып еді ғой, білесіңдер ма? Достар, бізге бағана айтқан тұғын жер сілкінісі болады, кешке ожидается деп айтқан, бірақ біз енді оған сенбедік. Қорқып жатыр енді, Жандәулет ұйықтатып отырмыз енді қимылдамай. Тоқтады-ау деймін. Достар, қараңыздар, тоқтады-ау деймін. Қараңыздар. Бағана қатты болған еді, білесіңдер ма? Қатты болды, достар. Қорқып далаға да шықпай отырмыз, жер сілкінісі болса не істейміз деп қорқып отырық. Достар, бағана жаңалықтан да көрсеткен бізге. Масқара, не істейміз енді? Қалай ұйықтаймыз? Бұның қайтарымы бар дейді ғой. Ана жақтағылар столдар құлаған жоқ па екен? Мансур, шаршадың ба? Давай аяқты көрейікші, жерде жатыр ғой. Жүрші, көрейікші ана кухняға. Бағана жер сілкінісі кезде не болған көрейікші. Жандәулет. Достар. Масқара. Кім құлатты мынаны? Бағана жер сілкінісі емес па? Пакеттер кеткен жерде жатыр. Достар. Масқара. Мына жерде қимылдаған ғой, қарасаңыздаршы. Мынау қисайып қапты. Қара, көрдің ба қисайып қалғанын? Үскіп тасып тұр. Бағана жабық тұрған еді? Орнына келтірейік, давайте орнына қойып. Масқара, давайте орнына қойып столды. Жандәулет, давай столды орнына қойып. Давайте реттеп қой, Мансур. Мынаны орнына қой. Болыңдар, орнына қой. Айым, давайте орнына қойып. Орнына қой, Жандәулет, Мансур. Масқара, достар, қарасаңыздаршы, мынау орнына жылжып мынаға құлаған ғой, бағана жер сілкінісі кезде. Столды бері қарай жылжып кетті, қарасаңыздаршы. Масқара, Мансур, жүрмізді, отырайық, жүр. Қимылдамай отырайық. То қазір тағы да жер сілкінісі болса не істейміз? Айым, хорошо, что Жандәулет ұйықтап жатыр, Бағана көрдіңіздер ғой, қатты қимылдады. Біз о жерде отырғанбыз. Бір кезде бәріміз қорыққаннан жүгіріп кеттік қой. Масқара, достар, абай болыңыздар. Жер сілкінісі кезде қимылдамай отыру керек. Мына жастықты өзімен өзі құлады, қатты болды ғой. Бағана жер сілкінісі, білесің ба? Қатты болды ғой, Жандәулет, білесің ба? Сен құлап қалдың ғой, білесің ба? Есіңде жоқ па не? Достар, не істейміз енді?
Айым? Қатты қимылдады. Қай жақ? Нағуда, қатты қимылдады ғой. Достар, сіздер де сездіңіздер ма? Пандаланы көрейікші. Бля, дала қараңғы болып тұр екен. Бұл жақта бізде қараңғы қылып тастағанбыз, өйткені ана күн түсіп кетеді да. Енді мына жақты көрейікші, тағы ешқандай нәрсе құламақ па көрейікші. Жоқ, достар, құламапты еш нәрсе басқа. Бля, қорқып кеттім болма. Мен бағана даладан келген едім, қарасаңыздаршы, достар. Бля, вообще ойламаппын ше. Қатты болады деп қанша балда болды екен. Қорқып жатырмын мен, қайтарым болып түнде ұйықтаған кезде болып қалса не істейміз, Жандәулет? Бүкіл заттарды дайындап қоюымыз керек. Егер жер сілкініс болған жағдайда біз заттарымызды алып дайын тұруымыз керек қашуға ше. А то білмейсіздер ғой не болатын. Я, Жандәулет, Жандәулет, сен қорқасың ба? Қорқпаймын. Қорқпаймын? Иә. Бля, мен қорқам ше. Жаман қорқып жатырмын ше, не болуы мүмкін? Қатты болып кетсе не істейміз, Жандәулет? Сәнен қимылдап жүре қойса ше. Я, ол диванда жатқан еді, білесің ба? Ол аунап кетпеп па? Ол свет жақсаң ше, ол қазір енді оянып кетеді енді. Свет жақпау керек енді оған. Бар көрпеш бар. Айын Жанелді. Ұқтап атқан еді ғой бағана спальныйде. Бар көрмақ ма? Достар, сіздерде де сездіңіздер ма? Қанша балда болған білмеймін, енді көп болады. Жангелді жақсарып жатыр. Значит, оларды да сезген шығар, может, аунаған ғой. Содан кейін қасына аунап кетпесін деп жатқан шығар, может, Сен бағана тұрған ең білесің ба? Құлақ шұқитын әкелем деп. Сен құладың білесің ба? Құлап қалдың білесің ба? Мансұр, болды, ұйықтай болмайтын шығар, наверное, новостида көрсетті ғой бағана. Бұл қайтарым болса не істейміз енді? Достар, қорқып жатырық біз. Егер де қайтарым болып қалған жағдайда, біз ұйықтап қалған жағдайда не істейміз деп маған комментария жазып кетіңіздерші. Қорқынышты болды ма? Қорқып жатырмын ше. Новостидан не деп жатыр екен көру керек ше. Блин, не болуы мүмкін, достар? Ойлаңыздаршы. Комментарияға жазып кетіңіздер, кімде осындай жағдай болды, жер сілкінісі, прям люстраға дейін қимылдап, есікке дейін қимылдады. Комментарияға жазып кетіңіздер.